негізі андай болды. Ашумен ше, жоқ өзімдікіне тұрам, шықсам жобадан шығам деген нәрсе айтып қалар едім. Просто Тәуіржанды ойладым да. Алдыма бір рет сондай ашумен шешім қабылдап қойып, оған қатты айтып қойған едім. Оны да ойлаған соң мен қой асықпай шешім қабылдаймын деп. Ақылмен деген. Иә, сіздің енді қолдаушыларыңыз мына жердегі моментті түсінбегеннен кейін өте көп енді сізді ойлап жатыр ғой, сізді қолдап жатыр. Рахмет, барлығы жақсы. Иә, бірақ қазір уайымдамаңыздар, бәрі дұрыс, студияда бәрі көңілді. Сен жамандап отырсың. Неге жамандап отырсыз? Мен просто андай ауызда тасықта болдым ғой, айтып минута жарайды, таксидің жартысы деген сияқты. Бірақ сол тасықтайды мен өзім үшін нақты шештім жоқ. Енді таныста мен маған такси жібер, мен үйге жібере бер, мынандай жерге апар деп айтатын. Мүмкін. Зарина, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Ашуыңыз орнына түсті ме? Негізі, иә. Шынымды айтсам, өзім жұмыстарымды ойлап кеттім ше. Мен өмірім бір нәрседен ғана тұрмайды ғой. Басқа нәрселер жоспарлап отырмын ғой, кешке былай істеймін деген сияқты. Қазір бәрі дұрыс, қалпына түсті. Көңіл күйіңіз бәрі қалыпты. Кейде жігіттердің өзі қыздарды меркантильный деп айтып жатады ғой енді. Сондай қылатын сияқты, бөліп, қыздарды. Сол, ойладым, одан кейін жақсы түсінбеймін, мәссаған. Мен де сондай қыз болам деп шештіңіз ба? Ашуыңыз басыңыз енді. Әдемі қызсыз ғой, тәртіпті қызсыз. Сіз сөйтіп Әділге өзіңізді кішкене аластатып алдыңыз ба? Не істедіңіз бағана видеода? Жынды шығарады. Шықты ма содан? Жаман нәрсе. Қолы шыққан жоқ, сәл қалып тұрады. Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Бүгін енді қаңтардың 13-і болды. Жаңа жылдың келгеніне уже 13 күн болыпты. Әлі 2025-ке действительно мен өз армандарымды жазбадым. Негізі армандарыңызды қағазға түсірсеңіздер орындалады. Мен сол нәрсеге көп сенем, және де успешный өз дегеніне жеткен, армандарына жеткен адамдардың советі да сол, білесіздер, иә. Енді 2024-те жазған блокнотымды ашып оқып қарап тұрсам, негізінде көбінде орындалған екен жазған нәрселерім. Өкініш жоқ, рахметпен ғана 2024-ті шығарып салдым да 2025-ті жаңа леппен қарсы алудамын.